Ремонт басталғалы осы екі түсті ғана пайдаланып келе жатырмын, ақ және қара сұр түс. Енді залға көшу керек. Залдың қазіргі түрі осындай. Маған обойлары мүлде ұнамайды. Бөлмені қараңғы қылып тұрады. Бұрынғы сатып алған краскамның крышкасын фотоға түсіріп алдым. Сол номер бойынша полир алайын деп. Абай көшесіндегі 12 месяцке барсақ, ол жақтағылар колердің палитрасы бойынша бұрынғы алған жеріңізге барасыз дегеннен кейін орталық базардың қасындағы 12 месяцке келдік. Басынан пайдаланып жүрген Гранд Ультра эмульсиясын тауып, осы 133-ші түске полировать еткізіп алдым. Енді үйге қарай бара жатырмын ремонтты бастауға. Айтып өткенімдей, бұл қонақ бөлмесінің ремонтқа дейінгі көрінісі. Заттарымның барлығын дайындап алып, терезенің перделерін шешіп, бөлмедегі артық заттарды шығарып тастадым. Бұрынғы алған бояуым 15 килограмм болатын, осы жолы 7 килограмм сұр түске колер еткізіп алдым, және де 7 килограммды өзінің ақ түсімен сатып алдым. Екі терезенің ортасындағы қабырғаны ақ түске бояп, кірпішке имитация жасадым. Оның не үшін қажет болғанын алдағы видеоларда көретін боласыздар. Кірген кезде ашық болып тұрсын деп, жоғарыдағы қабырғаны ақ түске бояп едім. Екі слой бояған менде аздық етті, сондықтан бірнеше қайтара бояуға тура келді. Қалған екі қабырғаны қара сұр түске боядым, сол темно-серыйға. Боялғанда бар жоғы 2 рет қана бояу жағылды. Сәл де болса визуально биік болып тұрсын деп, ашық қабырғаға сұр түсті полоска жүргіздім. Обойдың өзінің узоры болғандықтан строительный скотчпен скотчтап бояғанның өзінде де бояулар ағып кетіп жатты. Соны соңынан түзетіп жібердім. Кірпіштің суретін салған қабырғама да түзету енгіздім. Кейбір сызықтары дұрыс салынбай кеткен, немесе бояулары ағып кеткен. Осыншама еңбектен кейін бөлме жобаға келіп қалған сияқты, алдыда жасайтын бір талай дүниелер бар. Бүгінгі жұмыс осымен аяқталды. Келесі видеода ортадағы үлкен столды аққа бояйтын боламын.